Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін Құрсаудағы қыз түрік сериалындағы басты рөлдердің бірін сомдаған актермен толығырақ танысатын боламыз. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ол кейіпкер бізде Наляның ғашық болған жігіті, яғни Хайри. Хайри кейіпкерінің рөлін сомдаған актер кім? Соны толығырақ айтатын боламын. Негізінде Құрсаудағы қыз түрік сериалы шынайы оқиғаға негізделіп жазылған. Оны психолог Гүлсерен ханым жазған болатын. Сонымен Хайри кейіпкердің рөлін сомдаған актер бізде Джихангир Джейхан. Ол 1989 жылы 15 қазанда Адана қаласында дүниеге келген. Актердің бойы 1,77, ал салмағы болса 75 килограмм. Актер Стамбулда 3 жыл сабақ алған. Кейін қайтадан Адана қаласына қайтқан. Актер ең алғаш рет 2015 жылы Сирдар атты кейіпкердің рөлін Юсуф сериалында сомдаған болатын. Одан кейін артынша көптеген сериалдарға түсіп танымал бола бастаған. Кейіннен Чүкір сериалына түсіп, Азер атты кейіпкердің рөлін сомдап қалың көрерменге жол тартқан. 2020 жылы Алев, ал 2022 жылы біз көріп жүрген атақты Құрсаудағы қыз түрік сериалына қатысып, Хайри рөлін сомдап, көрерменнің көзайымына айналды. Құрсаудағы қыз сериалында рөлінде, Хайридің рөлінде кейіпкердің ауылда әйелі және бала шағасы, яғни қыздары болады. Соған қарамастан ол бай ханшайымға ғашық болады. Ғашық болған Налян ханшайымды өзіне қаратып, соған қарамастан ол тағы да үшінші әйелге көз салады. Құрсаудағы қыз түрік сериалында Хайри кейіпкеріміз Налямен ажырасып, өзінің арақатынасын тоқтатам деген кезде Налян өзіме қол жұмсаймын, егер сен мені тастап кететін болсаң деп Хайриді қорқытады. Сол кезде ХайриНалянды, яғни екеуі бірге психолог ханымға бара бастайды. Осылайша кітап жарық көрген болатын. Соңында Хайри кейіпкеріміз 3 кеменің басын ұстайын деп үшінші қыздан, яғни үшінші өзінің сүйіктісінен қаза табады. Яғни үшінші сүйіктісі оны жүрек тұсына пышақ тығып, сол жерде тіл қатпастан мерт болады. Осындай жағымсыз рөлді Джихангир Джейхан Хайри болып ойнап шығады. Негізінде актер Джихангир Джейхан отбасылы, шын өмірде отбасы бар адам. Актердің Ильхам Джахангир атты ұлы бар. Алайда актер өзінің жеке өмірін құпия ұстағанды құп көреді. Джихангир Джейхан, яғни актер, көбінесе бос уақытын кітап оқумен және спортпен айналысқанды ұнатады. Сонымен қатар фильмді көргенді ұнатады екен. Негізінде Джихангир Джейхан туралы ақпараттар өте аз. Негізінде актер сериалдағыдай өте жауыз, жаман адам емес сияқты. Өмірде актерға сәттілік тілейміз.